Ассаламу алейкум. Республикамызда соңғы жылларда автомобиль жолларының оңлау бағдарында жүзді салмақлы жұмыслар әмелге асырылмақта. Бұнда халықаралық институтларда, қаржы институтларда өздерінің үлестерін қосып келмекте. Бүгін міне осы бағдарда әмелге асырылып отырған жұмыстар хақында сөз етпекшіміз. Көрсетуіміз қатынасушысы Азия Рауажлану банкі жойбарларын әмелге асыру мемлекеттік шөлкемі директор орынбасары Балтабаев Бахадыр Елбаевич. Дәслеп Бахадыр, сөзіміз сондан бастасақ, бүгінгі күнде Қарақалпақстан Республикасында сол халықаралық қаржы институтлары жәрдемінде қандай автомагистрал жолларда құрылыс жұмыстары әмелге асырылмақта? Құрметті президентіміздің Қарақалпақстан Республикасы бойынша шығарылған бірнеше қараған фармандарына муафиқ Қарақалпақстан Республикасында жол инфраструктурасын рауажландыру бойынша жамы 750 миллион доллардан астам жойбарларды әмелге асыру белгіленген. Бүгінгі күнде Азия Рауажлану банкі әмде Азия инвестициялық һәм инфраструктураларды рауажландыру банклері қаржылар есабынан жамы 7 проектті әмелге асыру белгілеп алынды. Һәм осылардан ең әхметлі болған проектлердің бірі деп есаплаймыз. Өткен жылы пайдалануға тапсырылған Қоңырат Бейнеу жөнелісі бойынша А380 автомобиль жолының үстірт платосынан өткен бөлігі 240 километр участкасы пайдалануға тапсырылды. Бұл проект Азия Рауажлану банкі қаржылар есабынан әмелге асырылып, проекттің бағасы 274 миллион долларды құрайды. Бұл құрылыс Өзбекстан жол құрылысы тарихында бір ең ұзын объект болып есептелінеді. Бұл объекттің пайдалануға тапсырылуы құрметті президентіміздің тікелей басшылығында әмелге асырылғаны бұл жүдә бір рахметлі. Мен ойлаймын, бұл жолдың пайдалануға тапсырылуыменен республикамыздың социал-экономикалық рауажлануында бір үлкен артерия тармағы болып қызмет қылады. Енді бүгінгі күнде қайсы басқышларына жұмыс әмелге асырылып жатыр? Әйне сол 380 автомобиль жолында. Азия Рауажлану банкі қаржылар есабынан жойбарлар Қарақалпақстанда еледі давам етеді. Бұл бойынша өткен жылы Азия Рауажлану банкінің Құбылабатыс һәм Орайлық Азия аймақлары бойынша вице-президенті Ин Минтиянг басшылығындағы делегациясы Қарақалпақстанға келіп, бұл жерде үкімет басшыларымен ұшырасу болып өтті. Ұшырасуда перспективалық проектлер бойынша келісіп алынды. Мен содан атап өтетін болсақ, қазіргі күнде құрылыс жұмыстары давам етіп отырған республикамыздың Қаратау аймағындағы 25 километрлік автомобиль жолында реконструкция жұмыстары әмелге асырылып жатыр. Бұл проекттің бағасы 48,7 миллион долларды құрайды. Проектті тапсыру мүддеті 2026 жылы жұмағымен тапсырылады. Бұндан тысқары делегациямен ұшырасуда республикамыздың Төрткөл, Беруни, Еліқала аймақларынан өткен А380 автомобиль жолының 92 километр бөлігін реконструкция қылу жойбарда келісіп алынды. Һәм бұл проект осы жылы баслануы режелестірілген. Бүгінгі күнде тендер саудалары давам етпекте. Жоғарыда сіз 7 жойбар әмелге асырылуы белгіленген деп атап өттіңіз. Жақын келешекте және қайсы аймақларда қандай жолдар құрылуы керек? Һәм мүддетілер қандай бұл 7 жойбар қайсы мүддетілерге шеген әмелге асырылуы керек? Сырт ел қаржылар есабынан біз Қарақалпақстанда жол инфраструктурасын рауажландыру бойынша тек қана автомагистрал А380 жолы емес, басқа да 14 райондағы жергілікті ахметтегі автомобиль жолларының жамы 328 километр жолдарды капитал оңлау проектлерін режелестіріліп жатырды. Бұл проектлердің бағасы 106 миллион долларды құрайды. Қазіргі күнде халықара тендер саудалары болып жатырды. Тез күнде құрылыс жұмыстары баслану режелестірілген. Енді А380 автомобиль жолында міне өткен жылы жоғарыда айтып өттіңіз, пайдалануға тапсырылған бөлігі хақында. Міне осы жолдағы сол сапа көрсеткіштері хақында да тоқталсақ, міне оның сапалығы, айтайық, бүгінгі күндегі сол халықаралық дәрежедегі стандартлар деген терминдерді көп қолданамыз. Бұнда не нәрселер итибарға алынады, һәм онда пайдалануға тапсырылған бөлігі хақында айтатын болсақ, қандай үстінлік тарифлері бар, қандай жетіскерлігі бар? Проект құжаттары бойынша жол қапламасы, цемент-бетон қапламасы етіп қайта реконструкция қылынды. Проекттің сыпат қадағалау жұмыстары Кореяның компаниясының халықара дәрежедегі эксперт инженерлер тарапынан әмелге асырылды. Проекттің шартнамасы бойынша, яғни пайдалануға тапсырылғаннан кейін 2 жыл давамында сол подряд карханасы сол жолдағы әмді кемшіліктерді сапластырылып беру міндеттемесін өзіне алған. Бөліп алып істеуші кархана, сол
пайдалануға тапсырғаннан кейін сол 2 жыл давамында сол қандай кемшілік болатын болса, сол өзі тарапынан сапаластырылады кемшіліктер. Халықаралық қаржы институтларыменен сол мәселен шартнамалар түзілгенде тикарынан не нәрселер этибарға алынады. Мәселен сол Азия Раважану банкінің жойбарларын алып қарайтын болсақ, Қарақалпақстан аймағында, оны Өзбекстан аймағында деп қарайтын болсақ, сол шартнамаларда тикарынан нелер этибарға алынуы керек. Шартнамалардағы тикарға мақсат өзі азыр мемлекетіміз тарапынан әмелге асырылып отырған ең үлкен реформаның бірі бұл халқымызды разы қылу. Бірінші кезекте сол біздің проектлердің басты мақсаты халқымыздың жолдардан пайдалану көрсеткішін жақсылау, аймақлардағы жолаушы һәм жүк тасу көлемін жақсылау һәм еліміздің экономикалық социалдық көрсеткіштерін жақсылау болып есептелінеді. Бұнан тысқары Азия Раважану банкі қаржылар есебінен біздер тек жол инфраструктурасы объектілерінде, аймақларында халыққа социал қызмет көрсету имаратларынан құрып һәм халыққа тапсыру режелестірілген. Бүгінгі күнде Қоңырат районының Қарақалпакия һәм Жасылық поселкаларында халыққа социал қызмет көрсету имаратларын құрып, құрылыс жұмыстары бүгінгі күнде давам етпекте. 2026 жылы пайдалануға тапсырылады. Бұл құрылысларда жергілікті қанегелерді, мәселен, қатынастыру мәселесінде қандай лажлар көріледі? Әлбетте, бұл құрылыс процесінде шетел қанегелерінен тысқары өзіміздің жергілікті ішшілерде шақырылады. Үлкен автомагистрал жоллар хақында айтып жатырмыз, соның ішінде А380 автомобиль жолын айтып жатырмыз. Бұл лажлардың алып барылуы бүгінгі күнде сол келешекте осы аймақта жасаушы халықтың тұрмысын өзгертуде қандай ахметке ие? Әлбетте, бұл проектлерді әмелге асыруменен бірінші нәубетте автомобиль жолының транспортларды өткізу көрсеткіші жақсыланады һәм халқымыздың жолдардан пайдалану көрсеткіші жақсыланып, еліміздің социал-экономикалық рауажлануына һәм де автомобиль жолдарында жүк һәм жолаушы тасу көрсеткіштерінің асуына ерсіледі. Және сол халықаралық жоллар мәселесінде айтқанымызда, сол автомобильдердің мәселен сол төлемлі қызмет көрсету мәселесінде бүгінгі күнде жүр көп мәселелер бар. Бұл бағдарда қандай лажлар көріліп жатыр ма? Төлемлі жол проекттерін әмелге асыру бойынша қарар жойбар істеліп шығылмақта. Бұл қарарменен бұл жол төлемлі жолдарды әмелге асыру механизмлері де істеліп шығылады. Және бір мәселе, жүк автомобильдерін өткеру шеңлігі, мәселен, олардың ауырлығы дейміз мәселен. Сол стандартларда бүгінгі күнде соған жауап беретін автомобиль жоллар құрылып жатыр ма? Әлбетте, республикамыз аймағындағы 70%-тен астам жоллары бұрынғы дәуірде автомобиль жолларының әрбір оққа түсу ауырлығы 10 тоннаға есептеліп құрылған жолдар. Бүгінгі күнде әмелге асырылып отырған проектлеріміздің нәтижесінде 10 тоннадан 13 тоннаға шекемгі ауырлық көтеру қабілетіне ерсіледі. Асфальт жоллардан емес, бүгінгі күнде сол көбірек цемент бетон қапламалы жолларына этибар беріліп жатырды. Бұның абзаллықлары хақында не айтсақ? Цемент бетон қапламалы жолларының абзаллықлары жол құрылысына сарпланатын материаллардың дерлік һәмме 100% өзімізден істеп шығарылатын инерт материалдар, басқа құрылыс өнімдерінен пайдаланылады, яғни шеттен алып келетін импорт материалдардан пайдаланбаймыз. Бұл бірінші абзаллығы. Екінші абзаллығын есептейтін болсақ, әлбетте автомобиль жолының қызмет қылу дәуірі асфальт қапламаға қарағанда ұзақырақ болады. А380 жолымыз айтатын болсақ, Қарақалпақстан үшін жүр ахметлі, себебі бұл сол халықаралық көлемдегі халықаралық майдандағы бір ең тикарғы біздің жолымыз есептелінеді. Бүгінгі күнде сол пайдалануға тапсырылып жатыр, және онда құрылыс жұмыстары әмелге асырылып жатыр, давам етіп жатырды. Бұл жоллар сол жаңадан құрылған майдаларын айтатын болсақ, және қанша уақыт халыққа қызмет ету көздетілген? А380 автомобиль жолы Европа һәм Азия мемлекеттерін тұтастырушы Е40 транспорт тармағына кіруші үлкен ахметлі магистрал жол болып есептелінеді. Қарақалпақстан Республикасында 652 километр ұзынлыққа ие болған А380 автомобиль жолының бүгінгі күнде 158 километр қалып тұрыпты. Енді реконструкция қылу керек. Сол 158 километрді реконструкция қылуменен біз бүткіл 652 километрдің әммесін толығымен біткерген болып есептелінеді. Проектлерімізде сол бүгінгі күнде 2 полосалы болатын болса, соны проект әмелге асыру нәтижесінде 4 полосаға кеңейтіледі.
hamda avtomobillarda өткізу көрсеткіші 2 есеге артады. Қазір бүгінгі күнде 8 мың, 10 мың суткасына өтіп тұрған болса, бұл көрсеткіш 20 мыңға шейін асылуына ерсіледі. Сізге маалыматлар үшін minnettarchilik білдіреміз. Ескерту мен көрсетуіміз қатынасушысы Азия рауажлану банкі жойбарларын әмелге асыру мемлекеттік шөлкемі директоры орынбасары Балтабаев Бахадыр Елбаевич болды. Осымен көрсетуімізді жұмақлаймыз және көріскенше.